Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз тауық етін пеште пісіретін боламыз. Тауық етін дайындау үшін бірінші бізге қажетінше осындай тауық еті қажет. Үстіне кез келген приправа қосуға болады. Мен 1 қасық тұз, 1 қасық соевый соус және 3 тісше сарымсақ, қара бұрыш, және кетчуп. Кетчуптың орнын томатный пастамен алмастырсаңыздар да болады. Және осы тауық етін дайындауға арналған приправаны қостым. Көз мөлшерімен 2 қасықтай майонез қосып жақсылап араластырып аламыз. Бізде тауық етіне барлық жері тиюі қажет. Осылай жақсылап араластырып, жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Тауық етін жеке өзін пісірсе де болады. Мен қасына осындай картошка қосып пісірдім. Картошканың көлемін әртүрлі қылып кессеңіздер де болады. Мен осылай қылып кесіп алдым. Кешкі асқа немесе түскі асқа жасап берсеңіздер де болады. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды. Дәмі өте күшті болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Картопымызды турап болғаннан кейін бір пиязымызды майдалап турап қосамыз. Пияздың қасына сәбіз, болгарский перец қоссаңыздар да болады. Мен тек осы картошка мен жуаны ғана қостым. Бұған мариновка жасамаймыз. Тек 1 қасық тұзбен, қара бұрыш және шағын 1-2 қасық көлемінде болатын шемішкі май қосып араластырып қоямыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Енді пергамент қағазы төселген табамызға жарты сағат холодильникте тұрған тауық етін салатын боламыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Осылай барлығын кезек-кезегімен тауық еттерін салып шығамыз. Енді тауық етінен қалған соусымызға үстіне картошкамызды араластырып, осылай бетіне салып шықсаңыздар да болады. Мен бірыңғай осылай жасап шығамын. Дәмі өте күшті болып шығады. Барлық жеріне осылай соусымен араласқан картошканы салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Тауық еті тез піседі. Қараңыздаршы, иісі де дәмі де өте күшті болып шықты. Иісі өте керемет, дәмі де. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.